Қызанақтың құрамы В1, В2, В5, В6 және А, Е, С сияқты дәрумендерге өте бай. Қызанақты үнемі пайдалана отырып, иммундық жүйені нығайтып, жүрек қызметін жақсартып, ас қорытуды реттеуге, холестеринді азайтуға болады. Баршаңызға сәлем, 1001 кеңес арнасында қызанақ көкөнісінің адам денсаулығына пайдасы туралы керемет ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, жүрекшені басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Қызанақ қандай ауруларды емдеуге қауқарлы? Псориаз, экзема сияқты түрлі тері аурулары кезінде күніне қызанақтың кем дегенде бір жемісін жеу ұсынылады. Содан кейін теріде оң өзгеріс пайда болады. Айтпақшы, қызанақ түрлі маскалар жасауға да тиімді. Қышқылдылығы төмен гастрит және асқазан жарасы кезінде күнде жаңа піскен қызанақ шырынын тұз қоспай ішуге болады. Оны күніне 3 рет жарты стаканнан тамақтан кейін қолданған жөн. Емдеу курсы 2 аптаға созылады. Жаңа піскен қызанақ рационыңызға енгізілген болса, депрессия және нашар көңіл күйді оңай еңсеруге болады. Қызанақтың құрамында серотонин, яғни бақыт гормоны бар. Осы гормон жеткілікті мөлшерде бөлінбеген жағдайда адам депрессиялық жағдайға тез түседі. Сондықтан қызанақ жүкті әйелдер үшін өте пайдалы. Егер қызанақты сүйіп жесеңіз, көзіңіз жастың ұлғаюымен пайда болатын катарактадан қорғалады. Өйткені қызанақтың құрамында В2, рибофлавин дәрумендері бар. Ал арнайы зерттеу жүргізген мамандар бұл дәрумендерді қолданатын адамдар көз ауруының осы түрінен зардап шекпейтіндеріне көз жеткізген. Қызанақтың құрамында бета-каротиннің көп болуына байланысты қызанақты тағамдарды жиі қолданатындар көздерінің өткірлігімен мақтана алады.